2 жыл бұрын мен Танзанияда өзімнің құрылғыммен атым шықты. Мен өзімнің жобамды мақтан тұтамын. Бұл қарапайым құрылғы менің өмірімді өзгертті. Бұл уақытқа дейін мен өз ауылым Малауиден алысқа кеткен емеспін. Өмірімде ешқашан компьютер қолданған емеспін. Интернетті де көрген емеспін. Сол күні сахнаға шыққанда ештеңе айта алмай қалдым. Ағылшынды да ұмыттым. Жүрегім айналды. Өмірімде ешқашан соншама көп азунгу ақ адамдардың арасында болған емеспін. Сонда бір қызық жағдай болған, соны сіздерге айтып берейін. Семьямда 7 бала бар, менен басқасының бәрі қыз балалар. Бұл мен кішкентай кезінде әкемнің қасындамын. Жер құмның қауіпін көргенге дейін мен кедей шаруашылықта мемлекеттің жай ғана фермері болдым. Барлығы сияқты біз де кукуруз өсірдік. Бір жылы біздің жағдайымыз күрт нашарлап кетті. 2001 жылы біздің мемлекетте қатты ашаршылық болды. 5 айдың ішінде Малави халқы аштықтан көз жұма бастады. Менің жанұям күніне бір рет кешке ғана ас ішті. Ол кукурузының ұнынан жасалған кісі басына бір шелпек қана болатын. Бұл аз өте аз еді. Малавида орта мектепте оқу ақылы болған. Ашаршылықтың кесірінен мен мектепті тастауға мәжбүр болдым. Әкеме және құрғап қалған жерлерге қарап, бұндай болашақты қаламадым. Орта мектептің 1-ші сыныбына қайтып келгеніме өте қуандым. Сондықтан білім алу үшін қолымнан келгеннің бәрін істедім. Кітапханаға барып, ғылыми кітаптарды оқыдым, әсіресе физика пәнінің оқулықтарын. Ол кезде ағылшынды жақсы білмегендіктен диаграммалар мен суреттерді қарап оқыдым. Оның ішінде әсіресе бір оқулықты айта аламын. Онда жел диірмені су тартып, электр энергиясын шығаруға мүмкіндік беретіні туралы айтылған. Тартылған сумен жерді құнарландырып, сол уақытқа дейін болып келе жатқан ашаршылықпен күресуге мүмкіндік туғызады. Сол себепті мен өзіме біреуін саламын деп мақсат қойдым. Қажетті материалдар болмағандықтан мен қоқыс орындарын аралап, керек заттарымды жинадым. Айналадағы адамдар анам да мені Иисус деп ойлады. Мен трактордың айналшағын, пластик құбырларды, велосипед рамасын және басқа да материалдарды қолданып құрылғыларды жасадым. Басында бір ғана жарық көзі болады. Сосын 4 жарық көзі, сөндіргіш және сақтандырғыш та қондырдым. Соған қоса электр өлшеу құрылғысына дейін де болды. Келесі құрылғы су тарту үшін жасалған. Үйіме ұялы телефон зарядтауға адамдар көптеп жинала бастады. Олардан құтыла алмадым. Журналистер де келе бастады. Солардың арасында интернет беттерінен де көріндім. Өмірімде ешқашан ұшақ көрген емеспін. Қонақ үйінде де түнеп көрмедім. Сол күні сахнаға шыққанда ағылшынды ұмыттым. Сонда айтқаным: мен тырыстым және менің қолымнан келді. Осы тұрғанда бүкіл осында отырған адамдар мен сияқты африкандықтарға айтарым: аңсаған армандарыңызға жете беріңдер. Ешқашан алға қойған мақсаттарынан тайынбаңдар. Мүмкін
Бір күні мені интернеттен көріп, менің айтқанымды естеріңе аларсыңдар. Не болса да, өз-өзіңізге сенуден арылмаңыз. Рахмет.